Біз қазір қыздармен боянып жатырмыз, дайындалып. Историяда ма? Қазір ойлап қойсам. From the first kiss had your eyes wide open, wide open. You all I had in your ass, but you don't understand. I'll catch a grenade for you. Сәлем достар, бүгін уже бізде екінші күн. Біз қазір үйден шығып бара жатырмыз, потом біз қала жаққа барамыз, завтрак ішеміз, потом қыдырамыз, Диордың музейіне барамыз. Осындай макияж, аутфит, бәріміз әдемі болып киіндік, бояндық. Метро ма, трамвай ма, бірдемеге отырайын деп отырмыз, трамвай қойдым. Әйтеуір өзіміз түсіндік. Біресе былай жүреді, біресе былай жүреді. Қазір наконец-то зайчик болмай бірдеме сатып алайын деп жатырмын жолға. Мынандай болады, мынаның өзі біздің 10 ай сияқты 2 евро тұрады, бірақ сосын бүгінгі күнге жүрге біз 470 төледік, өйткені біз студентпіз, и бүгін мереке ма сондай бірдеме болады екен. Сол үшін біз 670 евро төледік ара екенбіз. Мен снэк сатып алғым келіп тұр, бірақ мұнда қымбаттау болып тұр. Метродамыз, қазір отырамыз. Кетті қыздар, арай тұр. Париж, осындай. Кеше тоже біз осы жерлерден жүрдік. Қазір барып, өте танымал, өте күшті кофейняға барып тамақ ішеміз. Кафе ма, ресторан ба? Тоже білмедім. Сувенирлар сатып алатырмын. 25? Толтырып тұрып 30 штук, әйтеуір 30 емес, 25 штук не алып алдым 10 евроға. Где-то 4,000-4,500 теңге арасындағы кішкентай эйфелевый башнялар. Өткені группаластарым бар, құрбыларым бар, туысқандар бар. Оның өзі негізі аз болып тұр. Негізі көбірек ақша құртуға болады. Көбірек ақша құрту керек еді негізі сувенирларға. Бірақ алда Испания бар деген сияқты кастамақ жеміз. Соның өзіне де біраз кетейін деп тұр. Еще косметика алғым келді, бірақ менде жаңа қарадым 39 теңге қалыпты. Каспиімді енді білмеймін қалай болатын. Өткен кастамақ шу керекпіз. Сосын күндіз тағы жүреміз. Сувенир деген заттар бар. Еще Эйфелева башняның ішіне кіріп көрек дегенбіз. Диорға қанша болады екен музейға кіру. Білмеймін, ақша суда кетіп жатыр. Очерді промотел Анжелинаға кіруші. Анжелина келдік. Очерді тұрмыз. Мына жерде получается крема, ароматизаторы, свечи тұрады. Ана жерде адамдар тамақ жейді. Ойбай. И мында бірдемелер сатады. Біз Парижда бір элегантный, қымбат ресторанға келдік. Кофейне сияқты жерге. Өзімізден өзіміз тағылып тұрмыз негізінде. Кошелегіміз шоке бар. Ресторанның ішінде отырмыз. Қыздар заказ беріп жатыр телефоннан. Мен už таңдадым не алатынды. Анда айна бар. Туалетке бара жатырмыз. Әдемі. Или анда жақта ғана ма? Тамаққа заказ бердік. Бранч. Екеуін қойып қойыңыз күтші. Жаңа шықтық Анжелинадан. Мен өзімен бірге круассан сатып алдым. Дәмін көру үшін, жеу үшін. Біз жаңа осы рестораннан шықтық. Ана жерде отырдық. Сонда үлкен очередь. Өте дәмді, өте күшті. Кеше осы очередті күтпедік қой, сосын кетіп қалдық. Ары қарай өткенімізде уақыт болған жоқ. Негізі влогты пайдаланып, хочу бір зат туралы айтуға. Польшаға келу үшін мен пәндерді таңдаған болатынмын. Сосын маған екі пәнді ғана алуға рұқсат бергендіктен
ол 2 пән аз болмас үшін 4 пәнді мен қазір Польшада оқып жатырмын, ал менде 5 пән онлайн қалды. Біреу практика, 4-еуі 4 түрлі пән. Сосын келгелі бері сол пәндерді өте қатты уайымдап жүрдім. Философияны әсіресе өткені тапсырмаларды жіберу керек болды. Zoom болсын, Zoom болмасын, бағалар қоймай қойды. Мұғалімдерге жазып, группаға жазып, сұрап, жалынып, өтініп жүрдім. И жаңа біз мынандай бір ситуация болды. Жаңа Париждің ортасында элитный ресторанда қыздармен суретке түсіп, кісілеп тұр, десерттер, тамақтар жеп жатқан кезде маған философиядан мұғалім жазады. Айтады, бүгін Платонста баға қоятын соңғы күн, сабақ айтасың ба деген сияқты болдырып. Енді мен ешқандай дайындық жоқ. Мен қазір вообще Францияда жүрмін. Мен білмедім олай бірінші сағатта дайындалып сабақ айтатынымды. Мен жоқ дедім, маған қандай баға бар, сонда қоя беріңіз дедім. Тапсырманы жіберіңіз, сосын бір баға қоям деді. 50 балл, ол тапсырма негізі 10 алда жүрген болатынмын. Сосын 50 балл маған жеткілікті деп жазып жібердім. Негізі мұғалімдердің қолдап, түсіністілігімен қарамағандар өте қиын. Өте неприятный ситуация. Но мен енді сол үшін көңілімді түсіріп те жүрдім. Бірақ шештім, енді Европада болғандықтан, тем более Францияда сабақ туралы уайымдау тіпті қажет емес. Атак тамақ өте дәмді болды, өте күшті болды, бізге ұнады, десертті жеп алдық. Әрине қымбат, бірақ зато күшті тойып шықтым. Мен өзім бір десерт пен бір кофе заказ бердім, соның өзі 8 теңгеге шықты. Ну окей деп отырмын, еш кетпес деп. Метроға келдік. Мынандай протекшндар бар екен, өздері ашылады, походу, басса. Метродан түстік. Бара жатырмыз енді. Диордың магазині. Мына уже біз элитный райондамыз, мұнда неше түрлі брендтар. Классно. Тиффани анда. Там тағы да брендтер көп. Күшті. Настоящий брендтерді өзіміз көзімізбен көреміз. Біз Диордың музейіне кіруге очередьте тұрмыз. Алда осынша адам, біз ешқандай билет сатып алған жоқпыз. Праздник болғандықтан билеттің құны студенттерге 8 евро болады деді. Сол үшін күтіп тұрмыз. Очередь примерно 1-1,5 сағаттай болады деді. Біз где-то уже жарты сағаттай тұрмыз. Біздің артымызда өте көп адам. Біз Диорға кіруге очередьте тұрмыз, уже жарты сағаттай тұрмыз. Тағы енді кішкене қалды, потом Диорды көреміз, адамдармен танысып сөйлесіп жатырмыз уже. Погода күшті болды бүгін, настоящий солнечный Париж. А кеше облачный, пасмурный Париж болды, и суық Париж болды. Бүгін күн жылы, кайф прям. Ананы қалай қарайсың? Сен жақсы көре. Арай мен жақсы көреткен. Диорға кірдік. Диордың музейінде жүрміз. Все это оригинал. Кастры. Қазақ қызы екен. Кристин Диордың бірінші музасы қазақ қыз болыпты. Соның арқасында сондай популярны, мықты бренд болып шығыпты негізі. Жаңа қыздар айтып жатыр. Қандай әдемі көйлектер. Мынау жаңағы болған 3-ші этаж, мынау 2-ші этаж. Өте әдемі. Адам әрине көп, бірақ бұның барлығын көрсеткім келіп тұр.
Мен бұндай көйлектерді қазір кимеуші едім. Бірақ бұрынғы кездерде өте әдемі болыпты. Астында жазып тұрады, не, қайда. Өте әдемі. Вау. Өте әдемі. Қазір лестницамен астыға түсіп бара жатырмын. Тағы да көрейік, қандай қызықтар бар. Көретін зат өте көп. Әрине бірнеше 100 жылдық тарихы бар бренд қой. Примеркалары, қалай істегені барлығы иллюстрация жасап көрсеткен. Шаршап кеттім. Орындықтарда отырмын. Влогқа қызықты деген жерлерді түсіріп жатырмын. Мынау уже кажется денеге байланысты. Вау. Ана адамды ұстатып өйдеулі қалмай. Қандай күшті. Қандай яркий, необычный. It's a cute to Мұнда олар мұнда типа шляпалар, снулар жасап жатыр. Демонстрация көрсетіп. Мен жаңа сұрадым, ағылшынша сөйлесіп алдым. Анда бір ағай бар, қайта-қайта оның аяғын итер-кете беремін. Қайта-қайта мен жанды бұқ қалады. Мұнда демонстрация қалай жасайтындығын, сумкалардан. Популярный сумка ғой Диордың. Бұйырса бір күні мен де алармын осындай сумканы. Әзірге ол арман. Қараңдар. Өте үлкен, өте күшті, өте әдемі. Это типа түнгі Париж. Осындай жүру керек қой түнгі Парижда. Негізі мұнда барлығы біраз просто екен. Нақты жол жоқ, бір жолмен жүресің, барлығын көресің. Бір жақтан шығасың, бір жақтан көресің, бірдемен көресің, бірдемен көрмей қаласың. Сонысы онша емес екен негізі. Өйткені аралас кім қайда барғысы келеді, соны көре береді. Әртүрлі бағытта. Кейбір жерлер қызықты, кейбір жерлер қызықсыз деген сияқты. Мен мысалы қазір білмеймін, мен қазір жалғыз жүрмін, қыздар қайда жүргенін. Бірақ осы жер өте тоже әдемі. Әдемі. Мен осы көйлекті киюші едім мүмкін. Мұнда журналдар. Өте күшті. Вау! Популярный модельдер ғана Джису. О, мыналатында деймі. Мен жаңа мұнда кірдім. Вау. Мен жаңа мұнда болдым. Яғни ұқса барамыз енді қазір. Мынау Диордың кафесі. Тамақсыздар бұнда адамдар тамақ ішіп отыр. Прикольно. Мынау магазин. Әйтеуір лестницалар әдемі екен. Интернетте көргенде осы лестницаны ғана көрген болатынмын. Өте әдемі. Диордың магазиніне келдік. Өзімді кішкене кедей сезініп жатырмын, бірақ зато көріп, қазір визуализация жасап қайтамын болашаққа. Оригинал заттар, құдайым. Біз Диордан шықтық.
Дильназ өзіне липстик алды, блеск для губ. Құтты болсын, сәтимақ болып тұр. Dior жарасады ше өзіне. Диляр оны құттауы түсірватыр. Дильназ тоже бірдеме алғысы келді. Мына Dior'дың жүргізушісі. Dior'дың жүргізушісі. Оның кепкасында Dior деген ат тұр. Ішіне кірдімде, әйтеуір бір браслетті киіп көрдім, типа визуализация жасап. Косметика алайын дедім, бәлкім алам, бәлкім алмайым. Білмеймін енді, өзімді өте қатты сенімсіз сезіндім, бірақ өзімді сенімді көрсетуге тырыстым. Барлығы өте доброжелательный, амандасып, рахметін айтып, сөйтіп, қал жағдайым сұрап сөйтті. Настоящий продавец сондай болу керек қой. Ол айтатын себебі Қазақстанда осындай қымбат магазиндердің сатушылары өте өзінше болады. Адамдарды менсініп тұрмайды. Окей, бізде ақша жоқ, но окей. Мына Dior Париждің ортасында орналасқан, мен осындай түрмен кірдім анда. Маған сәлем, қалың қалай, қай жақтасың, анау мынау деп каждый кірген кезде амандасып, шығып баратқан кезде қоштасып, кәдімгі жақсы қараған болады. Өте күшті негізі. Өте күшті. Телефон прицелкал. Видите, уливатор еще не карман. Қандай әдемі гүлдер. Метроға келіп отырмыз. Қазір бір торговый центр жақтарға барамыз. Сол жақтан наконец-то машеміз, телефон зарядқа қоямыз. И может бірдем сатып аламыз. Біз қыздармен Макдональдсқа келдік. Қарнымыз қатты аш болды, телефонымыз уже өшіп бара жатты, поэтому и арзан, и ақша бітіп жатыр, поэтому Макдональдсқа келдік, и осында тамақ ішіп жатырмыз. Макдональдс жеп болдық, енді қазір метроға келдік. Енді қазір Эйфелева башняны көретін басқа локациясына барамыз. Бүгін маған бір Колумбиядан қыз мен стрелкимді мақтады, күшті жасадым деді. Мен ол хайлайтер мақтағанмын, сосын біз ары қарай сөйлесіп кеттік. И масырылғам өзіме де тоже ұнап тұр. Біз ана жақтан күшті вид тауып алдық. Осы ғой құлыптар летниклер. Таптым. Я в Париже. Өте әдемі, достар. Өте әдемі. Короче, уламали нау адамды. Мынандай 3 штуканы 9 евроға алған, арқасы 3 евродан тұр. Где-то 1400 теңгеден. Короче, отырмыз, шаршап тұрмыз, зато мынандай видта. Камила толстовкасын киіп алдым, жылы болу үшін. Қазір триумфальный аркаға барамыз, сосын дұрыс қыдырамыз.
жерден өттік қояйка. Біз Триумфальный аркаға келдік. Біз оны жанат деп ойладық, үміттендік. Сөйтек, жанбай екен. Триумфальный арка вообще басқа ғой. Сұрай ма, не үшін жанбай отыр деп? Сұра. Ей, сұрама, өте. Жанбай жатыр, но зато Париждің көшелері өте Сұрайын ба, әдемі. давай. Достар, бұл Триумфальный арка. Ана жерде Эйфелева башня. Демек, Париждамыз. Вот. Now, оказывается, түнгі сағат 10-да ғана жанады екен. Біз өзімізше 2 күн қатарына осында келейік деп жүрдік, жанғанына фотоға түсеміз деп, бірақ болмай қалды. Мында біздің Қазақстанның посольствосы екен. Күшті. Прямо в центре Парижа. Күліп жатыр ма? Девочки в Париже, гуляем по ночному Парижу. Ночной движ в городе Париж. Получается, қазір Луи Виттонның отеліне келдік. Ну, Луи Виттон емес, әйтеуір. Типа сондай сундук, Луи Виттонның өте күшті маркетинг ход. Арты негізінен андай. Оны алдына әде жоқ қойған. Достар, мен көрдім, бұл сундучокты. Бұл не? Бұл сундучок не? Бұл, мен жаңа видео түсіндіріп айттым, негізі. Это, короче, отель. 2025-те ашылады. Это, получается, Луи Виттон отелі ма? Луи Виттон отелі, прикиньте, Парижда. И мен өз көзімен көріп тұрмын. Я могу даже потрогать оны потом. Оказывается, тоқылдатады екен оны. Тоқылдатып үшін. А? Дәл қазір ма? Ертең келеміз, а? Ей, аркаға қазір ма? Солай. Макдональдсқа келдік қайтадан. Білмеймін, Диляра екеуміз тойып тұрмыз. Ішпейтін шығармыз ештеңе. Не, реально тойып тұрмын, сен тойып тұрсың да? Я. Итак, достар, давайте я вам покажу Франциядан қандай сувенирлар алдым. Мен мынандай кішкентай Эйфелева башнялар алдым. Мен 25 штук сатып алдым. 10 евроға негізі 5 евроға 12 штук сатып алуға болады деді. Сосын мен 10 штукқа 24 Эйфелева башня емес, 25 еуін алдым. Сосын кеше Эйфелева башняның жанында тұрған кезде маған бір сатушыдан подарок еттім. Сосын мен мынандай 4 магнит алдым. 4 магнит 10 евроға шықты. Сосын бағана біз тоже... Жұлып қалу. Короче, өшет. Сосын қосылдар. Мында Эйфелева башня сатып алдық 3 евроға. Сосын Луврдан Мона Лизаны алдым. Тоже не помню, 2,80 ба сондай тұрады. Сосын Луврдан мындай картаны ала салдық. Иісі күшті екен. На память бола тұрады. Сосын біз бағана ресторанға бардық қой. Сол жерден мынандай 10% скидка берді. Купон. Соны ала салдым. Или өзім келесі жолы киімдер, либо если біреу мен таныстарымнан біреу жақын арада Францияға барайын деп жатса, маған айтыңдар, что сендерге беремін. Вот пока что осындай, наверное, жетеді Франциядан әкелген сувенирларға.